Сатпаев қаласының жастар ресурстық орталығы тұр. Бұл жерде қала жастары шоғырланған. Олардың негізгі мақсаты жақсылық жасау. Осылайша олар өздерінің өмірін жақсы арнаға бұрып қана қоймай, мұқтаж жандардың да өмірін жақсартуға аз да болса да үлес қосуда. Жақсылық жасасаң, қайырын өзің көресің деген сөзді естімеген адам кем деген шығар. Ал осы жақсылықты кімдер жасап жүр? Сәлден соң қоғам игілігі үшін тележобасы аясында толығырақ айтатын боламыз. Көріңіздер, біз бастаймыз. 2021 жылды Сатпаев жастары өте белсенді бастады. Қазақстанда жарияланған еріктілер жылы ресми түрде жабылды. Алайда ол біздің елімізде еріктілер қозғалысының дамуына қуатты серпін берді. Біздің елде және біздің қалада кенді шаһардың жастар ресурстық орталығы, жігерлі және жауапкершілігі жоғары жастардың басын біріктіретін бірден бір орын. Бұнда олар өз ойлары мен идеяларымен бөлісе отыра қайырымдылық жобаларын жүзеге асырады. Бұл балақайдың аты жөні Сұлтан Мұса. Ол 3 жаста. Сұлтанда жамбас буынның туа біткен деформациясы, сол жақ фемордың жалған буыны. Балада ауырсыну, ақсақтық, қысқару, дұрыс емделмеген жағдайда ампутация мүмкін. Қалпына келтірудің 100% кепілдігін берген жалғыз дәрігер ақштың профессоры Пелли. Өткен жылдың сәуір айында профессор өз командасымен бірге балаға алғашқы операция жасаған. Енді екінші ота күтіп тұр. Алайда емдеу құны 87 мың ақш долларын құрайды. Бұл дегеніміз 37 миллион теңге. Біздің еріктілер Сұлтанның басына түскен үстіне бейжайлық таныта алмай, оның отбасына азда болса үлес қосу үшін барынша көмек көрсетуді қолға алған. Яғни отаға қажетті қаражат жинауға кіріскен. Матыстарыма 2 минут уақыттарыңызды алсам бола ма? Біз жастар ресурстық орталығының волонтерларымыз. Қазіргі таңда Сұлтан деген баланың еміне біз қаржылай ақша көмектесіп жатырық. Ол баланың диагнозы туа біткен жамбас ауруының деформациясы. Ішке кіріп, ауыз тисеңіздер болады, выпечкалардан шай ішіп. 3 жасар баланың еміне қаражат жинау үшін жастар түрлі шараларды іске асыруды қолға алған. Олардың арасында қайырымдылық жәрмеңкесі де бар. Кез келген адам жастар ресурстық орталығы жанындағы коворкинг орталыққа келіп, зат сатып ала отыра, ақысын садақа ретінде қалдыра алады. Саламатсыздар ма, Сатпаев тұрғындары? Қазіргі таңда біз жастар ресурстық орталығының волонтерлары болып, біз кішкентай бала Сұлтанның еміне қаржылай ақша көмектесіп жатырық. Кішкентай Сұлтанды емдеуге арналған жинақ әлі де жалғасуда. Назарларыңызға барлық деректемелерді ұсынамыз. Кез келген азаматты жақсылық жасауға үндеп, осы бүлдіршінге көмектесуге шақырамыз. Әр адамның көмегі маңызды дейді ерікті жастар. Сатпаев қаласының жастар ресурстық орталығының еріктілеріне үлкен алғысымды білдіремін. Сіздер біздің достарымыздан жақсылық эстафетасын алып шықтыңыздар. Өз уақыттарыңызбен таласпай Сұлтанның жағдайына алаңдап, бізбен бірге болдыңыздар. Бұл біздің үмітімізді жер бетінде көптеген жақсы адамдар бар екендігіне сенімімізді одан ары арттыра түсті. Жасаған жақсылықтарыңыз өздеріңізге 2 есе болып қайтсын. Барлығыңызға рахмет. Бүгінгідей іс-шаралар жас ұрпақ өкілдерінің назарын қарттарымыз бен көмекке мұқтаж жандарға бұра отырып, оларға көмек қолын созуға бағыттау. Жастар орталығының ұйымдастыруымен тағы бір игі шара ұйымдастырылып, бұл жолы көмек қолы зейнет жасындағы қарттарға берілді. Ғания Мендігазинова Сатпаев қаласында ерікті түрде қайырымдылықпен айналысқан жандардың бірі. 27 жыл бойы Ғания Ғапбасқызы трикотаж фабрикасында еңбек етті. Қазіргі уақытта қала тұрғыны құрметті еңбек демалысында. Аспанымыз ашық болсын. Несімен біз заман жүздері батырмыз. Сізге енді бәрінде көп рахмет балаға, жан балаға. Оларда қызығым бәрінде. Көре берсін, жолдары ашық болсын, табыстары көп болсын, несін. Олар жемістері өзімен бірге жүре берсін. Енді балаларға рахмет. Бізді енді осындай үлкен адамдарға көп несін жақсылық істеледі. Енді жақсылық только жыл басталды. Оны күтеміз еді. Жақсылық болсын. Дәл осындай акциялар Сатпаев қаласында жақсы дәстүрге айналған десек қателеспейміз. Бұл ретте айта кетейік, осындай игі бастамаларға кез келген адам қолдау көрсете алады. Қайырымдылықпен айналысқыңыз келсе,
жастар ресурстық орталығына хабарласыңыз. Қоғам игілігі үшін алда талай көптеген жобалар бар. Жақсылық жасайық, біз біргеміз.